Гүлжахан, туылған күнің мерейтойлы зейнет тойы 61 жасың құтты болсын. Балашақтан болашаққа бірге қадам басқан, санамызда сәуле боп жаңғыра берер, студенттің өмірдің қиындығы мен қызығын бірге бөліскен, Қызылорда қаласы Мәншүк Мәметова атындағы педагогикалық училищенің 1980-84 жылы оққан 4-ші А группасының қыздарының бүгінгі әжелердің, зейнеткерлердің мерекелік құттықтауын қабыл алды. 1980 жыл. Балалықтан бойжетуге біздер қадам басқан күз. Қызылордада ең іргелі оқу орны есігіміз ашқанбыз. Әр өмірден өрімдей жас, 30 тағдыр 30 қыз, студенттік сар жылдардың баспалдағын басқанбыз. Бәсекемен оқушы едік. Көп қызық та, мода, сауық қумадық. Білім берген ұстаздарды ұлықтадық, сыйладық. Қарапайым киіндік біз. Бірде тоқ, бірде аш қарын болдық біздер, байлық, мансап жимадық. Сол қыздардың арасында болмысыңмен ерекшелеу болғансың. Оқуда озат, ал қоғамдық жұмыстарда ең белсенді жұмыстарды алғансың. Студенттер кеңесінің құрамында өзің ең сапалы білім сыналы тартып, қыздарға үлгі болғансың. Сенің анаң бізге де ана болғанды. Бір сенде бәркез белін буып тәуекелдерге барғанды, сағынып барып, ауыл дәмін жеп, анадан мейірім көрушек, Алтынсарин театрының артындағы жылыя естеліктер есімізде жарқын қалғанды. Анамыздың аруағын арналып оқылар Құран қабыл боп, аруақтарды панасына ала алғайды. Бүгінгі биік белестер мектептен бәлкім педучилищеден басталған. Күндер өтті, басқа алаң жоқ, педагогиканы жастанған, тұрмысқа шықпай, Әбілдаевша пластинканың бір беті ғана ойналды, оқу және оқу болды бастарман. Мерейлі күні тойғылып жатқан, қыздарың шуақ тірегін, туыс бауыр әріптестер немерелер ұсынып тұр жүрегін, Астанадағы іргелі мектеп өзіңді Гүлжахан ұстаз деп құрметтейді білемін. Зейнет тойыңа өлеңдетіп сый арнадық. Шалғай жерлерді жақын қып, естеліктер қалам ұстатты, қанат бітіріп ақын қып, сыйластық деген өмірдің алтын арқауы. Тіршілікте берейік біздер, достыққа баға басымдық. Группаластардың атынан Махамбетова Бақыт, Байқоңыр.